الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدواتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, жамағат, Алла тағала әрқайсымыздың келген қадамдарымызды сауапқа жазсын, және бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Әрине, біздің арамызда біраз үзіліс болды, демалыс болды, сапар болды. Аллаға шүкір, қайтадан міне сәрсенбілік дәрісімізге оралып жатырмыз. Басқа ұстаздар келесі апталарда дәрістерін бастап қалады деп күтіп отырмыз, Алла жазса. Сондықтан Алла тағала қайтып оралғанымызды қайырлы етсін. Сәрсенбілік біздің сұхбатымыз әрине Алла тағаланың кәлемінің аясында. Бүгін келесі кезекті аят, Бақара сүресінің 222 аяты. Алла тағала былай дейді: Астаизу биллахи минаш шайтанир раджим. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Енді біздің дініміз, құрметті бауырлар, мынау адам өмірінің аспектілерінің барлығын қамтыған. Сол адам өмірінде өте маңызды бір мәселелердің біріне қатысты Алла тағала бұл аятта бізге баяндап отыр. Әрине, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айналасының сұрағынан кейін туындаған, сол қоғамдағы проблема пайда болғаннан кейін туындаған жауап және түскен аят. Олар сенен әйел кісілердің ерекше күні болады, яғни оны біз жеңіл түрде етеккір деп айтамыз, сол туралы сұрайды дейді. Ол сен айт, зиянды бір дүние дейді. Сол үшін ол күндерде сендер әйелдеріңе жақындамаңдар. Олар тазарғанша сендер жоламаңдар. Қашан олар тазарған болса, Алла тағала сендерге бұйырған тәртіппен, жолмен жақындаңдар. Алла тағала тәубе етушілерді және тазарушыларды жақсы көреді. Аяттың қысқаша мағынасы осы. Бұл жалпы ер мен әйелдің қарым-қатынасындағы немесе әйел кісінің өзінің өміріндегі өте маңызды проблемалардың бірі. Бұған қатысты әрине шариғаттың ұстанымы болу керек. Біздің дініміз адам баласының өмірінің бүкіл аспектілерін қамтыды деп біз сенетін болсақ, «Ал-яума акмалту лакум динакум», онда бұл мәселенің назардан тыс қалуы мүмкін емес. Жалпы енді бұған қатысты тәпсір ғұламалары бір оқиғаны келтіреді. Бұл яғни аяттың түсуіне қатысты, немесе сол кездегі қоғамдағы қарым-қатынасқа қатысты, бұл жағдайға байланысты. Яхудилер, маджусилер, олар осы күндері әйелдерінен мүлдем жырақ болатын дейді. Насранилар мүлдем жақындамайтын, мүлдем бұл күндер әйелдеріне көңіл бөлмейтін, әйелдеріне жоқ секілді қарым-қатынаста болатын дейді. Ал енді жахилият дәуірінің адамдары осы күндерде қажет болатын болса, әйелдерімен бірге отырып тамақ ішпейді дейді. Тамақ ішпейді, олармен бірге ешқандай су ішпейді, бірге отырмайды. Бір әшейін жай көрпешеде отырмайтын болған дейді. Және бір үйде өмір сүрмейді. Сосын осыған байланысты әрине Алла тағаланың аяты түсті. Бұл аят түскенде де Алла тағала сендер ол уақытта жақындамаңдар деп тұр.
Сосын момын мұсылмандар да бірінші кезде қате түсініп қалды дейді. Сөйтіп аяттың енді сыртқы мағынасы жақындамаңдар деп тұр. Тәпсіріне қатты үңілмей, момын мұсылмандар жақындамайық біз. Бір үйде өмір сүретін болсақ, ол уақытта әйелдерімізге көріп қоямыз, бірге отырып қоямыз, бірге шай ішіп қоямыз деп үйлерінен шығарып жіберді дейді. Соншалықты қатты кетіп. Бірінші кезде, бастапқы кезде мұсылмандар. Енді кейбір даланың арабтарының өмір сүруі, даладағы ауа райы болса да өте қатаң екенін біз білеміз. Сол даланың арабтары келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтты. Біз ойламайық, бүкіл араб жазирасы ыстық болады деп. Қыста кәдімгідей суық болады оларда. Қыста адамдар сыртта тоңып қалады. Сонымен сол арабтар келіп, "Уа Алланың елшісі, күн суық" деді. Біздің киімдеріміз аз. Енді ол уақытта шын мәнінде киім адамдарда аз болған. Қазіргідей емес. Егер біз өзіміздің киімдеріміздің бәрін беріп шығарып салатын болсақ, бүкіл матаның барлығын сыртта тоңбай өмір сүрсен деп, онда басқаларымызға киім болмай қалады. Егер оларға киім бермесек, әйелдерге, онда олар сыртта тоңып қалады. Одан қала берсе апат болуы мүмкін, қатып қалып ауырады деген секілді. Бұл енді қалай жасаймыз деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде айтады: "Мен сендерге әйелдеріңді үйлерінен шығарып жіберіңдер деген жоқпын. Сендер әйелдеріңмен бұл уақытта тек қана қарым-қатынасқа түспеңдер" дедім. Алла тағаланың аяттағы біз сендерден талап етіп отырғаны сол. Әйелді үйден шығарып жіберу деген, немесе әйелмен бірге отырмау деген ондай аятта айтылмаған. Сендер неге қате түсінесіңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға айтады. Алла тағала сендер анау жаңағы басқа дін өкілдері секілді мүлдем әйелдеріңді үйден шығарып жіберіп, мүлдем олармен сөйлеспей, жоқ секілді қарап, оларға мүлдем адам секілді қарамай кету деген ол біздің шариғатымыздың әмірі емес деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай сахабаларға айтып түсіндіреді. Бұны естіген кезде дейді, яһудилер айтады дейді, қандай бір нәрсені айтсақ та мынау адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды айтып жатыр, біздің ұстанымымыздан басқа бір ұстанымды айтатын болды бұл деп сөйтіп яһудилер біраз ызаланады. Енді сосын Аббад ибн Башир, Усайд бин Худайр деген сахабалары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келеді. Сөйтіп сол яһудилердің солай деп сөйлеп жатқанын осы мәселе бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтады: "Уа Алланың елшісі, сонда біз енді әйелдерімізге шын мәнінде сол уақытта жаңағы қарым-қатынасқа түспейміз бе?" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түрі өзгеріп кетеді. Сонымен екеуі бізге ашуланып қалды ма деп ойлап қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде түрі өзгергенде кішкене ұялғандықтан, ыңғайсызданғандықтан түрі өзгерді дейді. Ашуланғандықтан емес. Сосын екеуі кәдімгідей уайымдап қалады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тұрып кетіп барып бір сыйлық алып келеді. Сыйлық болғанда енді ол жаңағы сүттен жасалған бір жейтін нәрсе. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ұсынады, сүттен жейтін, ішетін нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жейді, ішеді жаңағы сыйлықты. Содан кейін ол екеуі біледі дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашуланғандықтан түрі өзгерген жоқ, кішкене аналардың сұрағына жауап беруге ыңғайсызданғандықтан түрі өзгерген дейді. Бұл осы аятқа қатысты болған оқиға. Демек, басқа дін өкілдері немесе исламнан бұрынғы жағдай әйелдердің бұл күні немесе осы күндері өте қатаң болған. Өте қатаң болған.
әйелдерді бұл күндері кәдімгі қажет болатын болса адам санатынан шығарып тастауға шақ қалған. Енді бұл хайд, біздің дінімізде хайд деп аталады, біз оны хайыз дейміз. Бұл араптың сөзінен шыққан сөз, араптың тіліндегі сөз. Яғни ол ақты, жаңағы хауз деген су құйып жиналатын нәрсе ғой. Сол аққан нәрсе жиналатын, су ағады ғой. Су ағатын нәрсе жиналатын орын болғандықтан арабтар хауд дейді. Біз оны хауз дейміз. Хауз деген қазақтың тілінде жоқ емес, бар. Яғни ол қой-ауылда, қырда бір жаңағы немесе ауыл шаруашылық саласында суды жинап қоятын орын. Сосын сол жерден ары қарата пайдаланады. Жуынуға, немесе малды суғаруға, болмаса жаңағы егінді суаруға. Демек, түбі осыдан келген, ол ағатын нәрсе. Енді ол ағатын нәрсе екенін жалпы барлығымыз да білеміз. Сондықтан осы сөзді бұл жағдайға атау ретінде Құран пайдаланып отыр. Әл-махид дегені, яғни ол сол жағдайды сипаттап отыр. Түбі хайыз дегеннен, хада дегеннен шығып отыр. Енді бұл жерде ғұламалар неге жақындамау керек дейді. Демек, сол бұл жердегі мәселе, тәпсір ғұламалар айтады, етектер келетін жерге жақындамау дейді. Бұл жерде тыйым салынған сол дейді. Бұл жерде тыйым салынғаны сол. Неге? Себебі Алла тағала себебін түсіндіріп тұр, ол әза дейді. Әза деген ол бір зиянды нәрсе. Шын мәнінде әйел кісіге өзінің уақытында сол нәрсе келмесе, жатырынан шығатын артық дүние ғой енді. Әйел кісі ауырады. Себебі ол артық дүние өзінің уақытымен ол сыртқа шығып кету керек. Егер сыртқа шықпаса, ол кезде ауырады. Бұған енді медицина ғылымы оны жақсы баяндайды болса да, сондықтан бұны Алла тағала зиянды нәрсе, әза деп сипаттап отыр дейді. Ал енді әр нәрсенің мысалы несі бар? Илласы. Илла дегенде біз оны қысқаша себеп деп түсіндіреміз. Шариғатта бір үкім бар ма? Ол үкімнің солай болып бекітілуінің бір себебі бар. Мысал үшінге шарап не үшін харам болды? Шарап. Ғұламалар бұл шараптың харам екендігінің үкімнің негізгі себебін, илласын дейміз біз оны, шариғатта зерттей келе ол адамның ақылын кетіреді. Адамды ақылынан шарап адастырады. Сондықтан шарап, Құранда айтылған, яғни әл-хамр, ол тыйым салынған, харам. Ақылдан адастыратын болған. Демек, осы ақылдан адастыратын басқа нәрселер бар ғой бізде. Басқа, қазір енді түр-түрі шығып кетті қазір ақылдан адастыратын. Ақылдан адастыратын дүниенің небір жаңағы атаулар өте көп. Шампанский ма, немесе виски ма, болмаса басқа мысалы водкасы бар ма, болмаса әртүрлі мысалы ақылдан адастыратын есірткі, ол шөп болуы мүмкін, ол немесе сұйықтық болуы мүмкін, болмаса ол тамырға салынатын нәрсе болуы мүмкін, болмаса жай ғана таблетка болуы мүмкін, синтетикалық зат болуы мүмкін. Яғни бұның барлығында жаңағы шараптағы бар қасиет бар. Ол адам баласын ақылдан адастырады. Демек, осы ақылдан адастыратын себеппен бұл харам болса, шарап сол секілді сондай заттардың барлығы да адам баласына тыйым салынған харам. Яғни осылай қияс жасалады, салыстырылады. Сол секілді бұл нәрсенің не үшін Алла тағала бұл күндері әйелдеріңе жақындамаңдар деді, соны бірден артынан сен оларға айт, ол зиянды нәрсе деп түсіндіріп отыр. Ол зиянды нәрсе. Егер ол күндері екеуінің арасында сондай байланыс болатын болса, ол кезде әйел де еркек те зиян шегуі мүмкін. Сондықтан
екеуі бір-біріне яғни жақындамауы керек деп Алла тағала бұл жерде бірден бізге бұл үкімнің себебін түсіндіріп отыр. Енді бізде осы дүние бар, сосын истихада деген нәрсе бар. Истихада. Осы дүние бар, истихада. Бұл артық әйел кісінің жатырында жиналып қалатын дүние. Біздің ғұламаларымыздың барлығы айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисіне негіздеп, бұл сол жерден артық дүние жатырдан шығып кетеді далаға, өзінің уақытымен. Ал енді истихада деген ол басқа қан. Ол әйел кісіге ол уақытта ер кісінің жақындамауын, немесе әйел кісінің намазды тоқтатуын, немесе ол уақытта әйел кісінің оразаны тоқтатуын ешқандай міндеттемейді. Ол неден? Әйел кісінің жаңағы белгілі бір дертпен, немесе басқа бір кеселдің кесірінен, болмаса жаңағыдай бір басқа бір өзгерістердің зақымданып қалды ма, соның кесірінен тамырдан, мысалы қолымыздан кескен уақытта тамырларымыздан қан шығады ғой, майда тамырдан болсын, үлкен тамырдан болсын, сол секілді ол тамырдан шығатын қан дейді, истихада деген. Яғни хайд бөлек, истихада бөлек нәрсе. Истихада бөлек нәрсе. Демек, бұл уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Әйел кісілерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқандай бұл хадис кемсіту емес, бұл хадис сипаттау жалпы. Нақисатул ақли ва дин дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Нақисатул ақли ва дин. Яғни олардың ақылы мен дінінде нұқсандық бар дейді. Ақылы мен дінінде нұқсандық бар. Қандай нұқсандық? Енді былай қарайтын болсақ, осы әйел кісілердің өздерінің ерекшелігінің кесірінен, олардың табиғатының немесе себебінен деп айтайық, табиғатының әлсіздігі, болмаса осындай айына міндетті түрде болатын намаздағы, құлшылықтағы, Құран оқудағы, басқа да мысал жағдайларда көңіл күйдегі өзгерістің, үзілістің себебінен оларда білім алу тұрақты түрде үздіксіз мысал үшін өздерін дамыту мүмкіндігі болмайды. Оны мойындау керек. Ер кісіде олай емес. Ер кісі мысал үшін үздіксіз біз 12 ай жұмыс жасай береміз. Үздіксіз 12 ай жұмыс жасай береміз. Бірақ жыл өмір бойына мысалы бір ай отпускке шығып келіп қайтадан жұмыс жасай бересіз. Үздіксіз өмір бойына жұмыс жасай беруге болады. Жылына бір ай отпусканы алсаңыз алдыңыз, алмасаңыз алмайсыз. Ал бірақ әйел кісілерде олай мүмкін емес. Неге? Әйел кісілер аяқ ауыр болады тұрмысқа шыққаннан кейін, алғашқы жылдың өзінде. Сөйтіп 5-6 айдан кейін жұмысқа кіргеннен кейін не кету мүмкін? Демалысқа кетеді. Декретке кетеді. Баланы босануға байланысты, арғарата оны тәрбиелеуге, емізуге байланысты демалысқа кетеді. Яғни ойлап қараңыздар, сол демалыста ол мысалы кемінде бір 2 жыл болады, ең кемі. Ең кемі босанғанға дейін, босанғаннан кейін бала күтімі 2 жылдай, ал енді мемлекет бекіткен болса да 3 жыл. Бұл 2 жыл, 3 жыл үзіліс деген бір жұмыста, бір қызметте сен кәдімгідей біраз уақытқа кейінге кетесің. Кәдімгідей біраз уақытта кейін. Мысалы сіз бір мектепте сабақ беріп жүрдіңіз. Бір мектепте сабақ беріп жүрдіңізде 2 жыл немесе 3 жыл мүлдем сабақ беруден кетіп қалдыңыз, кәсіппен бірнәрсемен айналыстыңыз да 2 жыл, 3 жылдан кейін келген уақытта сіз алдын сабақ беріп жүрген, үздіксіз сабақ беріп жүрген мұғалімдер секілді мынау процестің барлығын түсініп тұрмайсыз. Біріншіден, екіншіден қарайып қалған бола сол уақытта. Қайтадан сіз мына оқу процесіне, білім беру жүйесіне енемін дегенше біраз уақытыңыз кетеді. Шын мәнінде солай. Сол секілді басқа жұмыстың бәрін айта берсек болады. Ал енді әйел кісі қайтадан неге шықты, жұмысқа шықты да, сосын 1 жылдан кейін аяғы ауырып қалса тағы да декретке кетеді. Енді бізде демографияны көтеру керек деген тапсырма бар. Жалпы әрбір мемлекеттің де тапсырмасы бар. Одан кейін әрбір
Қазақстанның азаматы немесе әрбір қазақ мынау біздің ұлттың ұрпағын көбейтуге өзінің үлесін қосу керек. Себебі демография көп нәрсені шешеді. Оны біз түсінуіміз керек. Сен аз болған сайын әлсірей бересің. Аз болған сайын сенен сапа аз шығады. Ал көп болған сайын сапа көбейе береді. Қытай не үшін сапалы дүниелерді шығарып жатыр? Себебі ол жақта конкуренция көп. Одан кейін демография өте жоғары. Одан қала берсе олар еңбекқор. Содан кейін олар бізге сапалы дүниелерді соңғы уақытта әдемі жақсы ұсынып жатыр. Халық саны. Содан кейін де біздің ол көршіміз өте мықты, мысал үшін. Ешкім тісін батыра алмайды. Неге? Демография өте жоғары. Демек, біз демографияны көтереміз десек, 2 жыл сайын, 3 жыл сайын, мысал үшін біздің жаңағы үйдегі жұбайларымыз декретке шығып отыру керек. Декретке шығып. Бұлай қарағанда 10-20 жыл декретте жүру керек. 10-20 жыл, мысалы, ол оқудан, білімнен, жұмыста өзін дамытудан бәрінен кешігеді деген сөз. Пайғамбар мысалы сәлем не деді? Олардың ақылында нұқсандық бар деген. Табиғат ол өзінше бөлек. Әлсіздігі, оның мысалы ұмытшақтығы, мысалы үшінге. Ер азамат секілді, всегда барлығын контрольда ұстап отырмайды. Машина айдаған кезде мысалы бір точкеге қарайды болып кетіп баратады. Мына айнаға қарамай қалады, немесе бүкіл обзорды ала алмай қалады. Ер азамат телефон сөйлесіп кетіп баратып, бүкіл обзорды ұстап отырады жалпы. Неге? Себебі ер азаматтың жалпы табиғатын Алла Тағала солай жаратқан, біріншіден. Екіншіден, ер азамат әрдайым дамуда, мынау жаңағы жұмыста болсын, сыртқы қарым-қатынаста барлығында, ода үзіліс, демалыс деген нәрсе жоқ. Айында болсын, жылында болсын деген секілді. Енді одан кейінгі мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың діні нұқсанды деді. Діні нұқсанды деді. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қазір мен хадисті оқиын. Тамкусу ихдахуннал айяма вал лаяли ла тусалли. Яғни олардың біреуі дейді, күндер, түндер намаз оқымай жүреді ғой дейді. Күндер, түндер намаз оқымай жүреді ғой дейді. Бізде ер азаматта намазға ешқандай өмірде, мысалы бізде жұмыста отпускіге уақыт бар шығар, бір ай берілетін, мысалы еңбек кодексі бойынша, біздің адам құқығы бойынша, немесе аптасына берілетін 2 күніңіз, немесе 1 күніңіз бар. Жұмыста демалыс бар, бірақ намазда демалыс жоқ. Намазда демалыс жоқ ер азаматта, никогда. Ол ер азамат жай ғана мысалы ауырып жатқанның өзінде ер азамат көзімен, егер басы қимылдайтын болса, басымен қимылдап намаз оқиды, тұра алмайтын болса, ал мүлдем басы қимылдамай, тек көзі қимылдап, есін біліп жататын болса, көзімен, ишарамен құлшылық жасауға, солай жаңағы намаздың дұғаларын айтып, намазын орындауға міндетті. Ер азаматты соншалықты ол намаз онымен бірге жүру керек. Әйел кісіде олай емес. Әйел кісіде бұл күндері, жаңағы ерекше күндері, әйел кісі намазды тоқтатады. Намазды оқыса күнәһар болады. Намазды оқыса күнәһар болады. Оразаны тоқтатады, бірақ оразаны енді әрине кейін қазасын тағы да өтейді. Намаздың қазасы өтелмейді. Неге? Себебі намаздың қазасын өтейтін болса, онда сол күндері намаздар қаза болады. Ары қарата әр ай сайын тек қана қазаларын өтеумен, мойындағы міндетті намаздарын оқумен өткізетін болады. Ол былай қарағанда шариғатта біраз әйел кісіге ыңғайсыздық тудырады. Бәзін шариғат ондай ыңғайсыздық тудыратын шариғат емес. Міне, сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, олардың ақылы мен дінінде сондай бір нұқсандық бар деп. Яғни, демек, бұл уақытта, бұл күндері әйел кісі тек қана ол мәселе ғана емес, бұл күндері әйел кісі 5 уақыт намазын тоқтатады, ол қазасын өтемейді. Сол секілді оразасын тағы да кешіктіреді, кейін тазарғаннан кейін барып оразасын, қазасын өтейді, ұстайды. Сол секілді қажылықта, тауафта жүрген кезде әйел кісі тауаф, кәдімгі намаз секілді тауафта, яғни Каабаны айналуда 7 рет әйел кісінің жалпы момын мұсылманның дәреті болу керек. Ал бұндай ерекше күндері мүлдем дәретті бола алмайды әйел кісі, сондықтан тауафты да жасай алмайды.
бұндай күндерде. Бұл енді қосымша шариғаттың кейбір үкімдерін айтып отырмын. Енді бір мәселе бар, бұның күні қанша деген. Күні қанша әр мазхабта әртүрлі. Мысалы бір мазхабтарда оның ең аз мөлшері бір түн бір күн дейді, бір сутка. Көбі 15 күн дейді, ал біздің Ханафи мазхабы бойынша ең азы 3 күн 3 түн азы, ал көбі 10 күн. Егер 3 күннен аз болатын болса, ол кезде бұл жағдай емес, жаңа истихаза болып есептеледі. Айырмашылығы неде? 3 күннен аз болатын болса, ол жаңа ауру қаны болып есептеледі де, әйел кісі ол кезде намазын тоқтатуға міндетті емес. Намазын оқи береді. Әр неге намазға жаңа дәрет алып, үзірлі жағдай секілді намазын оқи береді, оразасын ұстай береді. Ал егер 10 күннен көбейіп кетсе, ол да тағы да истихаза болып есептеледі. 10 күннен көбейіп кетеді. Бұл енді Ханафи мазхабындағы үкімі. Ол енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Абу Умама Әл-Бахили радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы, сол айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты дейді. Ақаллул хайди 3 айямин ва аксаруху 10 айям. Яғни ең азы ол 3 күн, ал көбі 10 күн деген. Енді 15 күн дегендердің өздерінің дәлелі бар, оған кіріп қазір кеңінен тарқатпай-ақ қояйық. Енді жалпы ғалымдар ол жаңағы сол етеккір келетін орынға жақындамау керек, қарым-қатынасқа түспеу керек дегенге бір ауыздан келіскен. Сонымен қатар ер мен әйел кісінің екеуінің бір-бірімен мысалы жаңағыдай жақындауына кіндіктен жоғары немесе тізеден төмен жақтың бір-біріне тиіп кетуіне оған ешқандай тыйым салмаған. Мысалы әйел кісін ол уақытта біздің шариғатымыз бойынша құшақтауға болады, бетінен сүюге болады деген секілді, ол проблема жоқ. Тыйым салынған дүние жаңағы қарым-қатынас, тыйым салынған дүние. Енді біреулер тек қана соған ғана неғып, бірақ басқа мысалы тізе мен кіндіктің арасында басқа жерлерге егер оның қолы несі тиіп кететін болса, ол харам емес деп бір ғұламалар айтады, біреулер айтады, сақтық мақсатында оған жоламау керек дейді. Сақтық мақсатында. Себебі неге? Себебі адам баласы білмейді, нәпсіге беріліп қалып, өзін ұстай алмай қалып, арғарата мысалы жаңағыдай тыйым салынған нәрсені жасап қоюы мүмкін дейді. Ау, көке, не болды, күлдіңіз ғой. Ендігі мәселе. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Негізі маңызды мәселе. Мен қатты ашық айтпай, әдемілеп түсіндіріп отырмын қолымнан келгенше, бірақ бұл енді шәкірттермен отырған уақытта дұрыстап тарқатып түсіндірілетін үлкен сабақ. Біз енді бұл тәпсір сабағында жалпылама түсіндіреміз, ал енді бүге-шігесіне дейін тәппіштеп түсіндіру бұл мәселелерді ол фиқ сабағында болады. Алла тағала олар тазарғанша ятхурна деген сөзді қолданып тұр, жақындамаңдар дейді. Тазарғай. Енді осы ятхурна деген сөзді бір қырағаттар яттахарна деп оқиды. Бір қырағаттар ятхурна деп оқиды. Біз ятхурна деп оқимыз. Яғни, оның айырмашылығы не? Яттахарна деген ол жалпылау барлығын қамтитын мағынада тазалықтың. Яғни ол сол жағдайдан тазарғанша және жуынып шайынғанша деген мәселе. Ғұсыл құйынғанша. Ал ятхурна деген сөз екі қырағатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген сенімді Құранды оқу жолдары, сенімді жол. Ятхурна деген, яғни сол жағдайдан тазарған, жуынып шайынып шартып тұрған жоқ, яғни ғұсыл құйынуды. Тек қана сол халден тазарғанша деп. Сондықтан негізгі ғұламалардың осы екінші яттахарна деп оқитын үлгіге негіздей отырып, ғұламалардың негізгі тобы, әйел кісі
ол жағдайы тоқтағаннан кейін, ғұсыл құйынғаннан кейін ғана рұқсат ер мен әйелдің бір-бірімен қосылуына дейді, қарым-қатынаста болуына. Осы сонда дейді, біз яттахарна деген сөзге де амал етеміз, оны да іске асырамыз, ятхурнаны да іске асырамыз дейді. Ал егер ол тоқтады, дұрыс тазарды, бірақ жуынып шайынған күтпей екеу қарым-қатынасқа түсетін болса, ол кезде бір ғана сөзге, яғни бір ғана вариантқа амал еткен болады да, екіншіге амал етпеген болады. Сондықтан ғұламалардың негізгі тобы осылай деп айтады. Ал енді Абу Ханифаның рахматулла алейхидің әрдайым өзінің жеке бір ұстанымы болады. Ол кісі айтады, егер ол 10 күннің ішінде дейді, 10 күн деген ең жаңағы ұзақ мерзім ғой, біздің Ханафи мазхабы қойған. 10 күннің ішінде тазарып жататын болса, ол кезде ол тоқтады және ғұсыл құйынды, содан кейін барып рұқсат дейді қарым-қатынаста болуға. Ал 10 күнде тоқтайтын болса дейді, 10 күнде тоқтайтын болса, онда ол жаңағы неғмаяқ, жуынбаяқ, яғни ғұсыл құйынбаяқ екеуінің қарым-қатынаста бола беруіне болады дейді. Бұл енді имам Абу Ханифа рахматулла алейхидің бір пікірі. Одан кейін Алла тағала айтып отыр: "Фаида татаххарна фатухунна мин хайсу амаракумуллах." Егер олар тазарған болса, бұл жерде ол жағдайдың тоқтауы, сонымен қатар ғұсыл қиынуы. Сендер Алла әмір еткен үлгіде оларға келіңдер, жақындаңдар дейді. Енді бұл жерде оны ғұламалар жан-жақты түсіндіреді. Бірінші мәселе, Алла тағала тыйым салған жолмен әйел кісімен қарым-қатынаста болуға болмайды дейді. Яғни ол болса да басқа жағынан. Содан кейін әйел кісі қашан аузы ораза болған кезде тағы да болмайды дейді. Аузы ораза кезде сенің аузың берік емес, ол әйел кісіге жақындауыңа болмайды дейді. Алла тағала осыны да бұл жерде айтып отыр дейді. Одан кейін барып әйел кісі мысал үшінге қажылықта, ихрамда болады. Ол кезде тағы да жолауға болмайды әйел кісіге. Мысалы ихрамда кезде ер кісі ихрамда болатын болса, әйел кісі екеуі бір-біріне қарым-қатынасқа түсуіне болмайды. Ер кісі мысалы қажылық жасап жүрген жоқ, ихрамда емес, әйел ихрамда болды. Ол ер кісіге рұқсат болғанымен қарым-қатынас жасау, әйел кісіге рұқсат жоқ. Сол секілді әйел кісі мысалы мешітте иатикаф жасап отырса, иатикаф деген құлшылық бар. Мешіттен шықпай құлшылық жасау. Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл құлшылықты жасайтын болған. Сүннет құлшылық. Рамазан айының соңғы 10 күндігінде. Міндетті емес, бірақ сүннет. Сондықтан ол кезде де жалпы рұқсат жоқ деген сөз. Яғни Алла тағала ескертіп жатыр. Сендер қарым-қатынасқа түсетін кезде, яғни Алла тағала рұқсат еткен жолмен, рұқсат еткен тәртіппен ғана жақындаңдар, қарым-қатынаста болыңдар деп әмір етіп отыр. Яғни бұл жан-жақты осылай түсіндірілетін аят. Одан кейін Алла тағала инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин дейді. Алла тағала тәубе ете берушілерді жақсы көреді. Жалпы адам баласы біз күнәһармыз. Біз әр күні бір күнәні жасаймыз. Біздің ол кемшілігіміз, немесе біздің табиғатымыз солай. Күнә жасамадым деген адамның өзінде кешке дейін бірнеше күнә бар. Өзі байқамайтын күнәлар болуы мүмкін, өзі байқайтын күнәлары болуы мүмкін. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Күллу бани адама хатта, ва хайрул хаттаин ат-таувабун." Адам баласының барлығы қателеседі, күнә жасайды. Бірақ сол күнә жасайтындардың ең хайырлысы тәубе етушілер. Тәубе деген ол негізі 3 шарт. Тәубе деген не ол? Тәубе деген Аллаға қайту деген сөз.
Аллаға қайту бірінші адам тәубенің қабыл болуының немесе дұрыс болуының шарттарынан сіз өкінесіз. Жасаған күнәңізға өкінесіз. Бекер жасадым деген іште сізде сондай бір не болады, сізді мазалау болады. Екінші, Алла тағаладан кешірім сұрайсыз. Сол менің күнәмді кешірші деп. Үшінші, қайтадан сол күнәға қайтпау керек. Қайтадан сол күнәға қайтпау керек. Егер бұл күнә немесе бұл қателік сізбен Алла тағаланың арасындағы ғана қателік күнә болса, ал егер басқа адамға да қатысты бір күнәңіз немесе бір қылмысыңыз болатын болса, біреудің ақысына қатысты, онда төртінші шарт қосылады, ол адамның сізді кешіру керек. Біреуді ғайбаттап қойдыңыз, ақысын жеп қойдыңыз, зұлымдық жасадыңыз, немесе аяғынан шалып қалдыңыз, немесе мысал үшінге тағы да басқа бір сондай бір оны өмірде бір жаңағы жамандық жасадыңыз. Ол адамнан кешірім сұрап, ол адам кешірмей, ол күнәңіз кешірілмейді. Бұл енді адамдардың ақысына қатысты болса күнәңіз, сол кезде осы төртінші шарт қосылады. Алла тағала бұл жерде тәуабин деп қайта-қайта тәубе ете берушілерді айтылады. Күнә жасайды, тәубе етеді. Күнә жасайды, тәубе етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі алдыңғы бұрынғы жасаған және өзін алдында болашақта жасайтын күнәсінің барлығы кешірілген Алла тағаланың елшісінің өзі күніге 100 рет истиғфар айтатын болған. Алла тағала менің күнәмді кешір деп. Енді бізді одан кейін ойлай беріңіз, мысалы. Қаншалықты біз истиғфар айтып Аллаға тәубе етуіміз керек. Сондықтан бұл жердегі тәубе етушілер дегенде, яғни сендер қателестіңдер, бұл мәселеде біраз қателік жіберіп қойдыңдар, әйелдеріңе зұлымдық жасап қойдыңдар, немесе дұрыс түсінбей кейбір мысалы дұрыс емес істерді жасап қойдыңдар. Атап айтқанда осы аяттағы мәселе бойынша сендер тәубе етіңдер. Алла тағала тәубе етушілерді жақсы көреді. А тәубе егер қабыл болатын болса, күнәнің барлығын жуып шайып жібереді. Күнәнің барлығын жуып шайып жібереді. Одан кейін тазаланушыларды жақсы көреді деп тұр. Тазаланушылар бұл жерде екі мағынада. Тәпсір ғұламалардың барлығы айтады, екі мағынада дейді. Біріншіден, дененің кәдімгі өзіміз көретін физически кірден, физически нәжас болған нәрселерден адамның таза болуы, оның киімінің таза болуы, денесінің таза болуы, мысалы. Сол секілді намаз оқитын кезде оның намаз оқитын жерінің таза болуы, үйінің таза болуы, оның мысалы отырған жерінің офисте мысалы столының таза болуы, жан-жағының таза болуы. Бұл біздің дінімізде өте маңызды мәселе. Жалпы физически тазалық деген сөз. А екінші мағынасы рухани тазалық. Екеуі де біздің дінімізде міндеттелген тазалық. Рухани тазалық, яғни ол жүректің, жан дүниенің, нәпсінің дерттерінен тазаланғандарды әрдайым өздерін тәубе етіп, содан өздерін тазалап жүргендерді Алла тағала жақсы көреді дейді. Яғни сендер мынау жаңағы жалпы зиян болған, нәжас болатын жағдайды жақсы білесіңдер. Сондықтан бұмен сендердің қарым-қатынастарың осылай болсын. Ол уақытта сендердің әйелдерің намазды тоқтатсын, себебі таза емес. Ол уақытта сендер қарым-қатынаста болмаңдар. Яғни жаңа қарым-қатынас. Қарым-қатынаста болмаңдар дегенде мені әрине бәріңіз түсініп отырсыздар, соны айтып отырмын. Онымен мысалы бірге отырып шай ішу, бірге алып жүру, немесе мысалы тамақ ішу, қасында ұйықтау, проблема жоқ. Мәселе сол жаңағы ең терең қарым-қатынас қана тыйым салынған біздің дінімізде. Ол басқа діндердегідей емес. Соның барлығынан сендер сақтаныңдар. Себебі ол тазалық. Одан кейін тағы да сендер тазаланып жүріңдер. Сол кезде Алла тағала сендерді жақсы көреді деген Алла тағаланың бұл аяттағы ескертуі. Сондықтан бүгінгі 222 аяттың жалпы тәпсір ғұламаларының бізге жеткізген
тәпсірі түсіндірмесі осылай. Ал енді мен жаңа айтқандай фиқхи мәселелердің тереңінен Құдай қаласа фиқ сабақтарында иншалла өтіп қалармыз. Алла баршаңыздан разы болсын. Алла тағала әрқайсымыздың әрдайым тәубе етіп жүруімізді және материалдық болсын, моральдық болсын, әртүрлі дерттен, нәжастан, зиянкестерден тазаланып жүруімізді нәсіп етсін. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.